Алматы қаласындағы осынау оңашы үй Ахмет Байтұрсынұлының мұражайы. Ол туғанына 125 жыл толуына байланысты үкіметтің 1997 жылғы 4 ақпандағы қаулысымен берілген. Мұнда ұлт ұстазы 1934 жылдан бастап 1937 жылдың бірінші жартысына дейін тұрған деген деректер бар. Мұражай орналасқан көше де оның есімімен аталады. Мұражай үйдің жалпы көлемі 160 шаршы метр және бірнеше бөлмелерден тұрады. Кіреберіс залдың қабырғалары Ахмет Байтұрсынұлының өмірі, шығармашылығы және қызмет істеген негізгі салаларына арналған стендтер орналастырылған. Оларда қайраткер ұстаз қызмет істеген өңірлердің сызба карталары, өзінің және оқыған мектептердің, қызмет істеген мекемелердің суреттері берілген. Сондай-ақ бұл залдағы көрнекі ақпараттарда алаш қайраткерлердің суреттері және сол дәуірді бейнелейтін материалдары да ұсынылған. Келесі залдарда ұлт ұстазының өмірі мен шығармашылығына қатысты жеке-жеке экспозициялар қойылған. Осылар арқылы біз хронология бойынша да және оның ақындық, ғалымдық, қайраткерлік қырларын танытатын қажетті ақпараттармен молынан танысамыз. Оның ұлттық мектепті қалыптастырудағы ұстаздық жолы, 20 ғасыр басындағы ояну дәуіріндегі ақындық қуаты, алаш қозғалысын өрістетудегі қайраткерлігі, кеңестік жылдардағы қызметі жөнінде қажетті мәліметтер ұсынылған. Яғни, осы залдарды ретімен жүріп шыққан мұражайға келушілер Ахмет Байтұрсынұлының азаматтық өмірбаянымен және шығармашылық жолымен тұтастай таныса алады. Мұражай коллекциясындағы ең бағалы жәдігерлер Ахмет Байтұрсынұлының тұтынған заттары. Оның жазу машинкасын жеке адамдар жылдар бойы сақтап, қайраткер ақталғаннан кейін мұражай қорына тапсырған. Бұл жазу машинкасын Ахмет Байтұрсынұлы неше жыл қолданғаны жөнінде дерек жетпегенімен де, алаш қайраткері қолының табы қалған жәдігер ретінде бізге аса қымбат. Осы жазу машинкасымен қандай шығармаларын жазғаны бізге беймәлім. Дегенмен, машинка клавиатурасының кирилл таңбаларында екен ескерсек, онда ахаң оны 1920 жылдардың соңында және 1930 жылдары қолданған болса керек. Біздің заманымызға жеткен жеке заттардың ішіндегі ыдыс аяқтары да бар. Олар жез самаурын, жезлеген, жез құман, қасық пен ожау. Ахмет Байтұрсынұлы қызмет барысымен бірнеше өздерді қалаларда жұмыс істеген білеміз. Осындай көшіп қонып жүргенде немесе іс сапарларда ол заманда шабадан ұстаған. Мұражайда былғарыдан жасалған оның үлкен шабаданы тұр. Жәдігерлердің ішінде ерекше көзге түсетіні оның сағаты. Ол дәуірде қазіргідей қол сағаты емес, шыншыр баулы қалта сағаттар ұстаған білеміз. Уақытты ерекше бағалап, аз мерзімде ұлты үшін орасан мол жұмыс атқарған Ахмет Байтұрсынұлының күміс сағаты мұражайдан лайықты алған. Мұражайда бірнеше жәдігерлер сандықтың үстіне қойылыпты. Бұл экспонатта ондаған жылдар бойы жеке адамдардың қолында болып, мұражай ашылғанда ілтипатпен тапсырылған. Алаш қайраткерінің мұражайдағы ерекше жәдігерлерінің бірі оның ұстаған домбырасы. Замандастарының айтуына қарағанда, ахаң музыкаға өте жақын болған. Ән айтқан, күй шерткен. Тіпті ахаң ән шығарған композитор делініп те жүр. Екі жирен, аққұм және тағы да басқа қазір халық әндері аталып жүрген туындылар Ахмет Байтұрсынұлына телінуде. Оның ақиқатын анықтау музыкатанушылардың еншісінде. Мұражай үйдегі экспонаттардың үлкен бір бөлігі Ахмет Байтұрсынұлына тікелей қатысты құжаттар. Мұнда оның өз қолымен жазылған өмірбаяны, анкетасы және басқа да іс қағаздар үлгілері қойылған. Бұл құжаттар ол Орынбор мұғалімдер семинариясын бітірген жылдан бастап алаш қайраткер ақталған 1980 жылдардың соңын қамтиды. Біз осы құжаттар арқылы Ахмет Байтұрсынұлының нақты өмірбаянына қатысты объективті деректерді аламыз. Ахмет Байтұрсынұлы ақын, ғалым және аудармашы ретінде аса көрнекті қалам қайраткері. Оның қаламгерлік жолы мұражайда кітаптар арқылы көрінеді. Экспозициялардан оның оқу құралдары, тіл құралдары, қырық мысал, маса, әдебиет танытқыш және тағы да басқа еңбектерінен қажетті ақпараттарға қанығамыз. Мұражай экспозицияларының үлкен шешуші компоненті суреттермен байланысты. Мұнда Ахмет Байтұрсынұлының өзі бейнеленген ондаған суреттерді көреміз. Мысалы, 1913 жылы Орынбор қаласында алаш көсемдері Әлихан Бөкейхан Міржақып Дулатұлымен түскен суреті.
Келесі бір сурет 1918 жылы Семей қаласында түсірілген. Мұнда Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Көкбай Жанатайұлы, Тұрағұл Абайұлы, Міржақып Дулатұлы, атақты палуан Қажымұқан Мұңайтпасұлы және тағы да басқа алаш зиялылары бейнеленген. Біз жалпы Ахмет Байтұрсынұлының суреттерінен оның парасаттылығын, көсемдігін, жоғары мәдениетін көреміз. Мұражай ауласында Алматының әсем, мәңгі жасыл шыршаларының ортасында ұлт ұстазының бюсті қойылған. Мұражай үй сияқты, оның мүсіні де келушілерге ерекше сезімді артады. Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйі арқылы біз ұлт қайраткердің шығармашылық және күрескерлік өмірімен танысып, өзіндік мәдениет пен өнер әлеміне енеміз.